Сәлем достар, бүгінгі видеода сіздерге осындай кесеге арналған шаблонның сборкасын көрсеткім келіп жатыр. Және де сіздерге бір лайфхакты айтатын боламын. Бұл шаблондардың барлығы менің веб-каналымда бар. Веб-каналы жайында толық ақпаратты осы видеоның комментарийдің астынан көре аласыздар. Тек қана қыз ұзатуға емес, каналымызда осындай кішкентай қызға бір жас, бесік той, тұсаукесер дегенге әр түрлі шаблондар бар. Мысалы, 40-нан шығару деп өзіңіздің клиенттің қалаған жазуыңызды жазасыз. Веб-каналы жайында толық ақпаратты менің инстаграмнан және де комментарийдің астынан көре аласыздар осы видеоның астында. Енді қазір біз өзіміздің шаблонымызды жасауды кірісейік. Міне, қазір мен шаблонымды құрастыратын боламын. Міне, мен шаблонымды уже шығарып алдым. Менде фотобумага 200 граммдық, мына видеода именно қазір жинап жатқан 200 граммдық, бір жағы матовый, бір жағы глянцевый. Глянцевый жағымен шығарасыздар, өйткені ол жылтырап тұрады. Қазір кесемін сізді көрсетейін қандай екенін. Міне, пиалка деп жазылып тұр. Пиалка. Осында кішкентай ғана болады, өзі бағасы 175 теңге, обычный магазиннан алынған, ал оптом 105, 110, 115 сатады екен. Сол үшін бағасын біліп алыңыздар. Обычный кесе емес, кішкентай ғана пиалка. Бұндай шаблондарды сіздерге жаңағы айтқандай 200 граммдық қағазға шығарсаңыз да болады. Міне 200 граммдық қалың болып тұрады, бай. 180-200 граммдық қағазға, 250 граммдық қағазға да шығаруға болады прям. Және де мен сияқты, міне көрдіңіз бе, мынау бос болып тұр, мынау 115 граммдық қағазға шығарылған. Тоже келеді екен, 115 граммдыққа шығаруға да болады. Міне көрдіңіз бе, размері барлығы келіп тұр. Ал қазір сборкасын жасаған кезде мен сізге міне 200 граммдық қағазды көрсетемін. Қатты болып тұрады, қазір сравнить етуге көрдіңіз бе, мынау бос болып тұр, кішкене болтаться етіп тұр, ал мынау қатты прям этикетка сияқты болып тұр. Сол үшін 115 граммдыққа да шығаруға болады, 200 граммдық фотобумагаға шығаруға болады екен. Енді давайте точно енді қазір кірісейік біздің өзіміздің шаблонымызды жинауға. Кстати, сіздерге айтатыным, обязательно осындай двухсторонний скотч алыңыздар. Чем клеймен жабыстырғанша, двухсторонний скотч всегда қатты жабысады, ештеңе ашылып кетпейді. Қазір сызғыш, міне примерно размерін былай көрсетіп кетейін. Ана жерде былай санағанда любой кесеге келеді, но астын қысқан кезде сізге именно пиалкаға ғана қол келеді. Былай төбесінен санағанда любой кесеге келе береді ғой, но былай ұзындығынан санаған кезде, жинаған кезде бұл шаблоныңызды именно жаңағы осындай маленький пиалкаға керек болады, пиалаға. Мына жерде уже линиясы барлығы көрініп тұр, жай ғана жаңағы шаблонның формасы бойынша қиып аласыз, түк қиындығы жоқ. Міне мен уже қиып алдым. Енді қараңыздар, жай ғана былай жабыстыра салмайсыз. Бүйтіп беговка жасау керек. Беговка жасамасаңыз осылай жабыспай тұрады. Обязательно беговка жасау керек. Қазір мен сіздерге соны көрсетемін. Міне асты барлығы келіп тұр мына жерде. Қазір сіздерге беговка жасаймыз. Беговканы қалай жасаймыз? Вообще астына санаған кезде сізде 0,5 сантиметр қалады жабыстыру үшін. А если хотите, чтобы чуть-чуть 1 сантиметрді қалу үшін, астын жабыстыру үшін 1 сантиметр қалу үшін, онда қазір қараңыздар. Міне астын жабыстыру үшін ровно 0,5 сантиметр қалып тұр сізде. Қазір біз соны 1 сантиметр қыламыз. Міне қараңыздар, мынау сызығынан асып 0,5 сантиметр, содан кейін бірақ сызасыздар беговкасын. Міне 0,5 сантиметр алып аламыз. Көріп тұрсыздар ғой, 0,5 сантиметр. Ештеңе өзгермейді, шаблоныңыз дәл солай болып тұрады. Мына сызықтан 0,5 сантиметр. Міне көрдіңіз бе? Сызығынан сызған жоқпын, ал сызықтың астынан 0,5 сантиметр кішкене ғана қалдым да, соны бітіп қайра салдым. Көрдіңіз бе, уже сызығы көрініп тұр, астына қарай кетті сызығы. Сонда сіздің шаблоныңызда 1 сантиметр қалады жабыстыру үшін. Уже қорықпай жабыстыра бересіз. Міне тура келіп тұр. Енді жай ғана былай жабыстыра саласыз. Қазір двухсторонний скотчты аламын. Маленькийін алдым. Двухсторонний скотч міне осындай большой да бар, маленький да бар. Мынандай маленькийді мен 50 теңгеге алдым. Міне 50 теңге. Ал үлкенін 80 теңгеге алдым. Кстати, двухсторонний скотч 0,5, почти 1 сантиметр екен. Міне осындай той бастарымен
айналысатын болсаңыз, обязательно двусторонний скотч сатып алыңыздар. Өйткені ол клейдан қарағанда прям идеально жабысады ғой. Енді қазір белый несін алып тастаймыз, слойын. Міне, белый слойын алып тастаған кезде сізде тек қана липкий слой қалады. Міне, липкий слой қалды. Енді соны былай жабыстыра саласыз. Астына қарай жабыстырсаңыз болады, былай жабыстырасыз. Міне, жабысты. Енді ішіне өзіміздің кесемізді сала саласыз. Міне, барлығы келіп тұр. Көріп тұрсыздар, размері барлығы идеально болып тұр. Мынау 200 граммдық, міне көрдіңіз ғой, қалай идеально болып тұр. Мынау 200 граммдық қағаз, жаңағы жұқасы тұр ана жерде. Ол жұқасы 115 граммдық қағазға шыққан. Міне, 200 граммдық қағаз көрдіңіз ба, прям идеально болып тұрады, ештеңке майыспайды, балтация етпейді. И вон 115 граммдық қағазымыз. Екеуінің разницасын ба көрсетейін. Көбісі айтады, 115 граммдық, 100 граммдық қағазға шығарсақ болады ма деп. Шығаруға болады, просто мынау балтация етіп тұрады, кішкене, ал анау формасы бойынша ровно болып тұрады. Или міне дәл сол шаблонымыз жұқа қағазға шығарған, ал мынау қалың қағазға шығарылған. Көрдіңіз ба? Сразу уже көзге көрініп тұрады. Екеуі де әдемі, екеуі де күшті. Енді өзіңіз білесіз, қалың қағазға шығарасыз ба, жұқа қағазға шығарасыз ба, и так бола береді екен. Ал енді осы шаблондарды алғыңыз келсе, менің инстаграмыма кіріп, обзор каналын көре аласыздар. Жаңағы инстаграмдағы суреттердің ішінде, соның барлығы біздің VIP каналдың ішінде бар. Соның барлығы. VIP каналдың құны 2000 теңге. Ішіне 1000 астам шаблонның түрі кіреді. Және де комментарийдің астында мен бесплатно телеграмға ссылканы қалдырып кетем. Және де инстаграмымызға тіркеліп, біздің обзорымызды қарасаңыздар болады. Алда сіздермен біз көптеген обучающий видеолар түсіретін боламыз. Обязательно біздің YouTube каналымызға тіркеліп, подписаться етуді ұмытпаңыздар. Өйткені алда мен осындай шаблонды электрондық форматта жасалу жолын көрсетемін сіздерге. Және де бесплатно эскизді беретін боламын. Жаңағы айтқандай, біздің Ботастиль YouTube каналына тіркелуді ұмытпаңыздар. Алда көптеген обучающий контент бар.